Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде өрік көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Өрік ағашы түсіндегі әдемі ағаштардың бірі. Өрік ағашы көру жақсылыққа, тірлік пен тұрақтылыққа ұқсайды. Жүкті әйел түсінде өрік ағашын көру бұл Алла қаласа аман-есен жүкті болуы және оңай босануын білдіреді. Түсіндегі өрік тәтті болса, бұл тұрмыстағы әйелдің Құдайдан бата мен ризық алатынын білдіреді. Ал егер өрік қышқыл болса, онда бұл некелік өмірінде жаман нәрсе немесе мәселе туындайтынын көрсетуі мүмкін. Егер тұрмыстағы әйел түсінде өрік ағашын көрсе, бұл отбасылық өмірде қиындықтарын көрсетуі мүмкін. Түсінде өрік теру әйелдер өмірінде кездесетін кейбір қиындықтарды білдіреді. Түсінде өрік жегенін көру ер адам үшін жақсы жаңалық болып табылады, өйткені бұл күнкөрістің ақша және қаржылық тұрақтылықты білдіреді. Түсінде үлкен және тұрақты өрік ағашын көру қаржылық, отбасылық және денсаулықтың тұрақтылығын білдіреді. Егер ағаш көптеген тәтті өрік жемістерін берсе, онда бұл жұмыста және отбасылық өмірінде сәттілік пен гүлденуді білдіреді. Түсінде өрік сатып алу пайдалы мәміле жасау үшін немесе ерекше нәрсе сатып алу ниетін көрсетеді. Егер ер адам өрікті өзі терсе, бұл оның өмірінде жетістігін және қалаған нәрсесін оңай қол жеткізетінін білдіреді. Тұрмыстағы әйел үшін түсінде өрік ағашын көру байлық және көп ақша алуды білдіреді.